Сәлеметсіздер ме достар, аналар. Алдыңғы сабақта біз гипертонустың диагностикасын талқылаған болатынбыз. Бүгін осы гипертонус кезінде қандай массаж қолданамыз, соны көрсетіп өтейін. Жалпы ешқандай мақсатсыз артық массаж қимылдары, артық біз не істейміз, сипалаймыз, уқалаймыз, түрлі жаттығулар жасаймыз, қолын керіп бір қолынан тартып көтереміз. Оның барлығы балаға зиян болып келеді. Жаңа айтып өткендей, әрбір қимылдың, әрбір массаж әрекетінің өзінің мақсаты болу қажет. Гипертонус кезінде артық қимылдар жасамаймыз. Алдымен кез келген массажды бастаған кезде осылай сипап, массажға дайындап денесін қыздырамыз. Сипалаймыз жақсылап. Сипалап болғаннан кейін уқалаймыз. Түрлі қолыңызға ыңғайлы әдістерді қолдансаңыздар болады. Алақанның ішімен немесе жартай тәрізді қимылдарды қолдануға болады. Жалпы гипертонус кезінде барлық қимылдар жай-жай жасалуы қажет. Ал егер де гипотонус болса, ол кезде біз бұлшықеттерін белсендіру үшін массаж жасаймыз. Гипотонус бойынша келесі сабақта айтатын боламын. Каналға тіркеліп, комментарий қалдыру кетуді ұмытпаңыздар. Қандай да бір қызықтырған тақырыптарыңыз болса, жаза кетіңіздер. Осылай жаймен уқалаймыз. Егер де баланың тонусы жоғары болатын болса, онда біз табанын уқаламаймыз. Себебі табанында саусақтарды жұматын нүктелері бар. Сол үшін міндетті түрде тек қана табанның сыртынан сипалап, осылай сіңірлерін барлығын жазамыз. Жақсылап уқалаймыз. Табан саусақтарын ашамыз жеке-жеке, себебі тонус жоғары кезде білесіздер, саусақтардың барлығы башпайлары бізде бүгілген күйде болады. Жеке-жеке ашып шығамыз барлығын. Табанның сырт жақтарын уқалаймыз осылай. Алайда іш жағына тиіспейміз. Гипертонус кезінде көбінде дірілдету жаттығулар жасалады. Егер де табанын немесе аяғын ашуға мүмкіндік бермесе, осылай дірілдетіп вибрация күйінде ашамыз. Сырт жағынан дірілдетеміз және де сәл-сәл осылай басамыз. Ауырту сезімін тудырмаймыз. Жиырылып тұрған бұлшықеттерді расстав етіп, осылай басамыз. Мытыған секілді, міне осылай. Дірілдетеміз. Сырт жағынан да осылай вибрациялық қимылдар. Және де жаңағы айтылғандардың барлығын келесі аяғында қайталап шығамыз. Массажды міндетті түрде қатты беткейде жасаңыздар. Үстелдің үстіне немесе кәдімгі жерге, полға астына төсеніш қойып жасай берсеңіздер болады.
егер де аяғын бүгіп жазуға мүмкіндік бермесе, онда етпетінен ішіне жатқызамыз. Осылай жамбасын міндетті түрде фиксировать етеміз де бүгіп жазамыз. Сол кезде оңай ашылатын болады аяғы. Не осылай. Бұл жаттығулар дисплазия кезінде де жақсы көмектеседі. Енді осы аяғын бүккен күйінде мына мизинец кішкентай бармағын жерге тигіземіз осылай. Сәл бүгеміз осылай. Осылай, сонда мына жерде жиырылып тұрған сіңірдің барлығын жазуға мүмкіндік туады. Осылай тигіземіз, қайталаймыз 4-5 рет. Қайталап көрсетейін. Келесі ол қолдың бөлігіне массаж жасаймыз. Бізде гипертонус кезінде көбінде жұдырықтары барлығы жұмылған күйінде болады. Қолын қатты көтертпейді, киіндіргенде де жылауы мүмкін, ауырсынады. Алдымен сипалап массажға дайындаймыз. Уқалап қыздырамыз бұлшық еттің барлығын. Және де осылай саусақтарын ашамыз. Бас бармағын, басқа саусақтарын барлығын ашамыз. Жаңағыдай алақанның ішін массаждамаймыз, тек сыртында, себебі алақанда ашатын нүктелердің барлығы бізде сырт жағында орналасқан. Жақсылап уқалаймыз. Саусақтардың барлығын ашамыз. Саусақтарын айналдырамыз. Және де байқап, әрбір саусақты айналдырып шығамыз. Алайда абай болыңыздар, баланың қолына әсіресе массаж жасаған кезде шемшектері барлығы әлсіз, жұмсақ келеді, шығарып алмаңыздар. Бізде бар әжелеріміз бір қолынан көтеріп, тартып, айналдырып жаттығулар жасап жатады. Сырт етіп, баланың қолы шығып кетуі мүмкін. Сіз байқамай да қаласыз. Кейін оның барлығы ауыру сезімін тудырады. Немесе қолының қисық тез бітуіне алып келеді. Осылай ұрғылаймыз. Бұл да спазмды тонусты басуға әсер етеді. Балапанымызға ұнап жатыр, ауыртпаймыз, сәл-сәл соғамыз, және де катет етеміз. Оқтауды пайдаланған секілді осылай қолының сырт жағынан осылай катет етеміз. Әрбір қимылдан кейін сипалап отырамыз. Бізде жақсы эффект беріп жатыр. Саусақтар барлығы жазылып, және осының барлығын келесі қолында қайталаймыз. Келесі бөлік біз арқасына массаж жасаймыз. Сипалап, жақсылап қыздырамыз, уқалаймыз.
Енді осындай бұлшетті как будто тартып жатқан секілді екі жақтан бір қолыңыз астында, бір қолыңыз үстінде бұлшетті қолымызбен жазып ашамыз. Барлық жыртылған бұлшеттердің барлығын. Міне осылай. Осындай қимылдарды қолдансаңыздар болады. Кейбір балаларда бізде загиб дейміз, доға тәрізді болады. Бір жағымен көп жұмыс жасайтын болады, дистаниясы. Сол кезде осылай екі жаққа қарай тартсаңыздар, сол бүгілген жағын өте жақсы көмектеседі. Әрбір қимылдан кейін сипалап отырамыз. Мына жерде продольный мышцалары болады бізде. Омыртқасына, ортасына тиіспейміз, екі жағынан осылай басып дірілдетеміз. Басамыз, дірілдетеміз. Вибрациялық қимылдар. Екінші жағына да қайталаймыз. Жалпы бала мойнына, арқасына жасаған кезде біраз мазасызданып, ұнамауы мүмкін, басында жылауы мүмкін. Массаждың алғашқы курстарында ол қалыпты нәрсе. Тек қатты ауырсыну сезімін тудырмасаңыздар болды. Осылай ақырын уқалап барлық тонусты басамыз.